Саламатсыздар ма балалар? 8-ші класс бойынша номер 3-те 10-ші есепті шығарайық. Біріншісінде қараңыздар. А нүктесі берілген, координатасы 0-де 1-ге тең, Б нүктесі берілген, координатасы 1-де 3-ге тең. Енді қараңыздар, былай дейді. Төбесі А нүктесінде болатын және графигі Б нүктесі арқылы өтетін квадраттық функция табылады ма дейді. Бізде қараңыздар, квадраттық функциясының теңдеуі қандай еді? Ax квадрат плюс Vx плюс С тең Y. Енді қараңыздар, осы квадраттық функциясының төбесін табу үшін төбесі бізде m және n деп белгіленеді. Енді m табу үшін m дегеніміз минус v бөлінген 2a. Ал n дегеніміз минус дискриминант бөлінген 4a. Енді балалар қараңыздар, осы үш теңдеу арқылы біз теңдеулер жүйесін құрастырамыз. Енді орнына қояйық. Бірінші жағдайда мына квадраттық функцияны Б нүктесінде өту үшін орнына қоямыз. Мына жерде 1 дегеніміз x-ке тең, 3 дегеніміз y-ге тең. Орнына қояйық. X-ті орнына 1 қоямыз. Яғни a көбейтілген 1-дің квадраты плюс v көбейтілген 1 плюс s тең y бізде 3-ке тең. Енді қараңыздар, m табу үшін, минус v бөлінген 2a дедік қой. Яғни бұл дегеніміз бізде m бас төбе болғандықтан, төбеміз бізде 0-де 1, яғни ол 0-ге тең. Ал n-іміз біздің минус дискриминант бөлінген 4a тең бізде 1-ге тең. Осы теңдеулер жүйесін шешеміз. Енді қараңыздар, ықшамдаймыз. 1-дің квадраты 1, аға көбейтсек аны береді, v-ны 1-ге көбейтсек плюс v-ны береді, плюс с тең 3-ге. Енді қараңыздар боларын, жерде m-ді біз жазбаймыз, 0-ді аламыз. Енді бұдан шығады v тең, 2-аны 0-ге көбейтсек, v 0-ге тең болады. Одан кейін дискриминант тең, 4a мен 1-ді көбейтеміз, 4a, минус таңбасымен минус 4a болады. Бізде теңдеулер жүйесі. Енді келесі қараңыздар. A плюс V плюс S тең 3 теңдеуін жазып қоямыз. V тең 0-ді жазып қоямыз. Енді қараңыздар, дискриминант бізде неге тең еді? V квадрат минус 4AC тең минус 4аға. Яғни біздің дискриминантымыз V квадрат минус 4AC еді. Соны минус 4аға теңестіреміз. Енді A плюс V-ның орнына 0 қоямыз. 0 плюс S тең 3-ке. Келесі V тең 0-ге жазып қоямыз. Келесі теңдеуде қараңыздар. V квадрат бізде V 0-ге тең. Яғни 0-дің квадраты 0 болады. Яғни минус 4AC тең минус 4аға болады. Бұдан шығады минус 4AC, минус 4а мен минус 4а қысқарады. Яғни екеуі де қысқарып кеткен кезде S тең с қалады, орнына 1 қалады екен. Енді қараңыздар, бізде с 1-ге тең, v тең 0-ге тең, а келесі a плюс с 3-ге тең. Осыдан шығады, с-ның орнына 1-ді қоямыз. Яғни a плюс 1 тең 3-ге, a тең 2-ге. Яғни бізде бастапқы берілген квадраттық функцияның теңдеуінде A, V, S белгісіздері бізде табылды. Яғни бұдан функция шығады. Y тең. A бізде 2-ге тең. 2, x квадрат. Плюс V 0-ге тең болғандықтан V мен x-ің көбейтіндісі 0 болады. Плюс S бізде 1-ге тең. Яғни бізде квадраттық функция шыға екен, табылады екен. Ол және біреу ғана болады екен. Біріншісінде. Балалар, келесі екіншісін шығарайық. Қараңыздар, бізде төбесі 8-де 1 нүктесіне өту керек, және 5-те минус 2 нүктесіне қиып өту керек. Төбесі 8-де 1 нүктесінде болу керек. Енді қараңыздар, жаңағыдай дәл біріншісіндікіндей жазып аламыз. Ax квадрат плюс Vx плюс S тең Y бізде квадрат функцияның теңдеуі. M, яғни төбесі минус V бөлінген 2a шығады бұдан. Төбесінің екінші координатасы n тең минус дискриминант бөлінген 4a. Осы теңдеулер жүйесі арқылы шығарамыз. Орнына қояйық. Бірінші V нүктесі арқылы
функцияны орнына қоямыз. Яғни а көбейтілген x'іміз 5-ке тең, x'іміз y-ге тең, иә. x'іміз көбейтілген 5-тің квадраты плюс v көбейтілген 5 плюс с тең y-іміз минус 2-ге тең. Келесі минус v бөлінген 2a тең m бізде 8-ге тең. 8. Одан кейін минус дискриминант бөлінген 4a тең бізде 1-ге тең. Түсініп атырмыз ба, балалар? Енді осыны ықшамдаймыз. Қараңыздар, 5-тің квадраты 25a плюс 5v плюс с тең минус 2-ге. Келесі, надан v табамыз. v тең 2a мен 8-ді көбейтсек 16 минус 16a-ға тең. Яғни v минус 16a-ға тең екен. Надан дискриминант табамыз. Дискриминант тең 3-ші теңдеуден 4a-ны 1-ге көбейтсек 4a минус 4a-ны береді. Енді келесі теңдеулер жүйесін жазып қоямыз. 25a плюс 5. Мына қараңыздар, бізде v тең минус 16a еді ғой. Иә, осыны апарып, мына v-ның орнына қоямыз. Минус 16a плюс с тең минус 2-ге. Келесі дискриминант бізде неге тең? v квадрат минус 4ac тең минус 4a-ға. Түсініп атырмыз ба, балалар? Енді қараңыздар, мына жерде бірінші теңдеуде 25a минус 16 мен 5-ті көбейтсек 80a плюс с тең минус 2-ге. Одан кейін v тең минус 16a-ны жазып қоямыз. Келесі, мына v квадраттың орнына минус 16a-ны қоямыз. Минус 16a-ның квадраты минус 4a-сы тең минус 4a. Түсініп атырмыз ба? Келесі ары қарай. 25a мен 80a-ның айырмасы бізде минус 55a плюс с тең минус 2-ні береді. Ал келесі v бізде минус 16a-ның өзін жазып қоямыз. Ары қарай минус 16-ның квадраты минус 16-ның квадраты 256a-ның квадраты минус 4a-сы тең минус 4a. Енді балалар қараңыздар, үшінші теңдеуде барлығы бөлінеді 4a-ға. Сонда не қалады? Минус 55a плюс с минус 2-ні жазып қоямыз. v тең минус 16a-ны жазып қоямыз. 4a-ға бөлгенге 256-ны 4-ке бөлсек, бізде 64. a-ның квадратын a-ға қысқарады. 1a қалады, міне a-ның өзі. Минус 4a мен 4a-ны бөлсек, минус с тең 4a-ны 4a-ға бөлсек, минус 1 болады. Енді қараңыздар, осыдан шығады, бұдан сын тауып аламыз. С тең 64a-ны қосамыз 1-ге. Енді балалар, осы сыны апарып бірінші теңдеуге қоямыз. Қараңыздар. Минус 55a плюс, сын орнына 64a плюс 1-ді қоямыз. 64a плюс 1 тең минус 2-ні береді. Бұдан шығады минус 55a плюс 64a бізде 9a тең минус 3-ті береді. a бұдан a тең минус 3-тен 1-ге. Енді v-ны табу үшін v-ның орнын апарамыз. v тең минус 16 көбейтілген мынау минус 3-тен 1-ді. Көбейтеміз минус 3-тен 1-ге. Минус минус плюсті береді, тең 5,3-тен 1-ді береді. Келесі сыны табу үшін с тең 64-ті көбейтеміз, аның орнына минус 3-тен 1-ді қоямыз. Плюс 1. Бұл дегеніміз, балалар, 64-ті 3-ке бөлсек 21,3-тен 1 болады. Одан минус 21,3-тен 1-ге 1-ді қоссақ, минус 20,3-тен 1. Түсініп атырмыз ба? Минус 20,3-тен 1. Енді балалар, осыдан шығады функцияны жасақ y тең ax квадрат. Бізде a-мыз минус 3-тен 1 x-тің квадраты. Одан кейін v-мыз плюс 5,3-тен 1
5,3 x және минус 20,3. Яғни біздің функциямыз осы функция болады екен. Квадраттық функциямыз. 3,1. Түсіндік па балалар? Балалар үшіншісін шығарайық. Төбесі А2-де 4 болатын, Б0,0 төбе нүктесіне өтетін квадраттық функция табылама дейді. Ал іздестіріп көрейік. Бірінші y тең ax квадрат плюс vx плюсы бізде квадраттық функцияның теңдеуі. Одан кейін m төбенің форму несі, мән табу керек. Минус v бөлінген 2a, m n табу үшін минус дискриминант бөлінген 4a. Балар, осыны орнына қоямыз мәндерді. Y бізде 0-ге тең, яғни x-іміз 0-ге тең. Қараңыздар, a көбейтілген 0-дің квадраты плюс v көбейтілген 0 плюс с тең y-іміз 0-ге тең. Міне, бойынша шығарып жатырмыз. Келесі m минус v бөлінген 2a m-ге тең дегеніміз, m бізде 2-ге тең. Келесі минус дискриминант бөлінген 4a дегеніміз бізде 4-ге тең. Түсіндік па балалар? Енді қараңыздар. Осыдан шығады, міне, 0-дің квадраты 0, аға көбейтсек 0 болады. 0 болады, бұдан шығады с тең 0-ге. Келесі, v тең 2 мен 2-аны көбейтсек 4a минус 4a-ны береді. Келесі, дискриминант 4 пен 4-ні көбейтсек 16 минус 16a. Түсініп жатырмыз ба? Енді балалар қараңыздар. Бізде білесіздер дискриминант дегеніміз, бірінші жазып қояйық, с тең 0-ге, v тең минус 4a-ға, және дискриминант дегеніміз v квадрат минус 4a-сы тең минус 16-ға. Енді қараңыздар, v бізде белгілі, v квадраттың орнына минус 4a-ны қойғады. Яғни минус 4a-ның квадраты минус 4a-сы тең минус 16a. Жерде v тең минус 4a-ны жазып қоямыз, және с тең 0-ді жазып қоямыз. Енді қараңыздар, балалар, нақты теңдеу бойынша шығарайық. Минус 4a дегеніміз 16a-ның квадраты, 16a-ның квадраты, және бізде с 0-ге тең болады, 0 болып кетеді. С-ның орнына 0 қоямыз. Тең минус 16a-ның өзін береді. Енді екеуде 16a-ға қысқарады, сонда a тең минус 1-ге. Түсіндік қой, екеуінде 16a-ға бөлеміз. a тең минус 1 болады. Осыдан шығады, енді v-ны табу үшін v тең минус 4-ті көбейтеміз минус 1-ге. Яғни 4 болады. Түсіндік па? Енді шығарайық, y тең квадраттық функцияның өзіне қоямыз. Y тең a бізде минус 1, яғни минус x-тің квадратын береді, плюс 4v-ға тең 4x болады. С-іміз бізде 0 болады, жазылмайды. Яғни минус x квадрат плюс 4x бізде квадраттық функцияның теңдеуі шығады екен. Түсіндік па балалар? Осымен номері 3-те 10 есеп шықты.